ДВД-ның басшысы бар. Тыңда. Девушка, давайте не будем повторяться. Вот пресс-релиз возьмите. Все, уже это уже не кажется. Жынды келтірмеңізші. Жынды келтірмеңізші. Жынды келтірмеңізші. Ауылдардың 511-де орталықтырылған блок модульдер орнатылатын болады. Ақша бар, міне, общежитиясы бар, жатақханасы бар деп. Қашан осыны сіздер айтасыз? Что это и как? Вот я вам сейчас... Қолдаймыз деп жатыр. Кеткеніне қуанып жатсыздар ау деймін. Осынша бұл мероприятие ғой, не болды? Кеше парламентте айтым тарифтер туралы. Ондай болса өздеріңіз тұра беріңіз бұнда. Ну, конечно, мероприятие про малый и средний бизнес, вы мне здесь про тариф пришли спрашивать. Приходите ко мне официально, я вам про тариф все расскажу. Вот и добре. Жынды келтірмеңізші. Жынды келтірмеңізші. Жынды келтірмеңізші. Ролан Кенжбекович, 1,8 триллионов тенге пойдут на реализацию поручений президента. Из них только 110 миллиардов идет на индексацию социальных выплат. Куда пойдут остальные деньги? Ну, я уже в своем докладе сказал, девушка, давайте не будем повторяться. Вот пресс-релиз возьмите. Все, уже это уже не кажется. Ну, если СМИ не до конца доводят до населения, знаете, это тоже плохо. Ну, давайте вы помогайте нам. СМИ до конца не разъясняют, господин давайте министр. помогайте нам тоже. Господин Мы просим министр, вас. до СМИ не разъясняют, Хорошо, что это и как. Вот я вам сейчас задаю. Вы даже видите, вы даже от вопросов уходите. Вы уходите от вопроса, господин министр. Я пытаюсь у вас спросить, чтобы донести до народа. А вас это, во-первых, раздражает, во-вторых, ну видно же. Я хочу вместе работать А во-вторых, с вами. мы не понимаем, что происходит. Құрметті балалар, менің жанымда осы жерде полицияның басшысы тұр. Мен, тыңда мені. Естідім сені. Тыңда, тоқта, естідім мен. Жіберуге болады. Менің жанымда ДВД-ның басшысы бар. Тыңда. Жобаларды қолдау керек, жобаларға ақша бөлу керек, жаңа мамандықтарды енгізіп жатырмыз. Жаңаға барлық тауарларды өзімізде өндіру керек деп, бұл айтылатын сөз күнделікті осы 15-20 жылда күнде айтылып келе жатыр осы жерде. Жобаны ұсынасыздар, оған ақша керек дейсіздер, үкіметтен ақша, бюджеттен ақшаны аласыздар, бірақ нәтиже жоқ. Енді қашан сіздер осы жерге келіп айтасыздар, халықтың алдына, мына өңірде мынандай завод ашылып жатыр, мына жерде фабрика ашып жатыр, міне келіңдер, жұмысқа кіріңдер, ақша бар, міне общежитиясы бар, жатақханасы бар деп. Қашан осыны сіздер айтасыздар? Тікелей көрсетілімнің этикасын сақта. Қашан айтасыздар осы мәселені? Жалпылама сұрақ қоймау керек. Мына жерде былай деп айтасыздар, нәтижесі қашан болады? Ана бағдарлама жаңа танысқан жоқсыз ба? Нәтижесіне байланысты, нәтижесінде не болатынын да жаңа көрдіңіз. Мен сіздерден ескерулеріңізді сұраймыз. Анау жоқ, мынау жоқ деген әңгіме болмайды. Нақты, ақ деп айту керек. Қараны қара деп айтамыз. Жоқты жоқ деп айтамыз. Бірде бір артық әңгіме мына жерде болмайды. Өте тұрақты сұрақ, менің ойымша. Вопрос процесса. Проект заявили, по проекту не отчитались. Сделано, не сделано. Выделили триллионы тенге. Конкретно гражданин задал вопрос. Давайте, то есть нормально реагировать на такие вопросы. Сұрағыңызға үлкен рахмет сізге. Сұрағыңыз жоқ деген мәселеге ол дұрыс емес. Есіңізде болсын. Қазір бүгін жалпылама ғой. Азаматтар жерде мен байқап отырмын. Ел тыңдап отыр. Халық тыңдап отыр. Халықтың алдына шығып алып, біз сонда өтірік әңгіме айтып отыр деген әңгімемен болмайды, азаматтар. Жыл сайын сіздің алдыңызда болған министрлерді осы парламентке келіп жылжытып бастайды. Бір жылға, 2 жылға ойы сондай. Қазіргі уақытта мен министрім, ертең Құдай біледі, не болатын, қалай болатын, жауапкершілік менен бола ма, болмай ма. Сіз енді мінеки 2022 жылға деп жылжытып бастадыңыз. Осы жұмыстарды бір нәтижеге алып барыңызшы. Жарай ма? Елдің халықтан ұят емес па? 5 рет уәде берген бұрынғы министрлерін. 5 рет жылжытты сол айтқан сұрақтары. Бүгін 2022 жыл дейсіз. Бағдат Батырбекұлы. Келістік қой? Келістік.
Бұл уәденің берілгеніне де бүгін тұп-тура 1 жыл. Жағдай өзгерді ме? Осы орайда құрметті көрермен, пікіріңіз өте маңызды. 25 жылдың соңына дейін халықтың 100% таза ауыз сумен қамтылуы тиіс. Ауылдардың 511-де орталықтырылған су жүйесімен жабдықтау жөніндегі құрылыс жұмыстарын жалғастыру жоспарланып отыр. Ал халық саны аз, 1000-нан астам ауылда жергілікті бюджет қаражаты есебінен кешенді блок модульдер орнатылатын болады. Оның ішінде осы жылы 120 ауылдың тұрғындарын орталықтырылған су жүйесімен қамтамасыз ету және халық саны аз 220 ауылдың кешенді блок модуль орнату жоспарлануда. Су шығып жатса айтарсыздар енді. Әлеуметтік комитеттің мүшелері қолдаймыз деп жатыр. Кеткеніне қуанып жатсыздар ау деймін. Енді әріптестер, мынау бір комитеттен бір комитетке ауысуды тоқтатайық. Солай ма? Осы Айдос Сарыммен тоқтайық. Енді су шығып жатса айтарсыздар енді.